Бүгінгі біздің тақырыбымыз оң және теріс сандар координаталық түзу. Алдымен мен координаталық түзу сызайын сендерге. Осы кезге дейін сендер координаталық түзу сызған кезде алдымен нөлді белгілеп, одан кейін қалған оң жағын теңдей бөліктерге бөліп, және оны 1, 2, 3, 4 деп жалғастырып кеткен болатынсыңдар. Енді біздер мына нөлдің біздер оң жағына жаздық қой. Енді біздер бүгіннен бастап мына нөлдің сол жағындағы сандарды жазатын боламыз. Яғни сол жағында тура осылай теңдей бөліктерге бөлеміз де, бұл жаққа -1, -2, -3, -4 деп бұл жаққа былай қарай кетеді. Яғни енді біздер оң және теріс сандарды өтейік. Оң сандар дегеніміз мына нөлдің мына оң жағындағы сандар. Ал енді мен мына жаққа оң сандар деп жазып қойайын. Яғни нөлдің оң жағындағы сандар оң сандар болады да. Ал енді нөлдің мына жағындағы сандар, сол жағындағы сандар. Ол бізде теріс сандар болады. Мен мына жаққа оң деп жазып қойын, теріс деп жазып қойын, Мысалға бізде оң санымыз, мысалы 4 деген оң сан, ал -4 дейтін болсақ, ол бізде теріс сан. Теріс. Енді мысалға 3,5 дейтін болсақ, ол бізде оң сан болады да. Ал егер -3,5 дейтін болсақ, онда ол бізде теріс сан болады. Енді бізде оң мен теріс деген сандардың, байқап тұрсыңдар, мына жерде минус тұр, Ал негізінен оң сандарда бізде мына жерде плюс тұру керек. Бізде екі түрлі таңба бар. Таңба деп жазып қойыңдар да. Қанша таңба бар десе, екі таңба бар. Біреу плюс таңбасы, біреу минус таңбасы. Бірақ біздер көбіне мына оң таңбаны, яғни плюс таңбаны жазбаймыз. Оны көбіне жазбасақ та болады. Ал енді теріс таңбаны міндетті түрде минус деп жазып қоюымыз керек. Яғни теріс сандар бізде минус арқылы жазылатын сандар. Ол бізде координаталық сөйлеуде, координаталық басы ғой, мына бізде 0 дегеніміз. Соның сол жағында орналасады. Яғни бұл бізде теріс сандар. Ал енді оң сандар мен теріс сандарға тағы бір мысал айтайын. Мысалға сендерде ақша делік, Егер ол сендерде қолдарыңда бар ақша болатын болса, оны оң сан ретінде жазсаңдар болады. Ал енді теріс сандарды сендер қарыз деп есептесеңдер болады. Яғни сенің 4 теңге қарызың бар, немесе 4 теңгең бар деген сөз. Ал ортадағы 0 дегеніміз ол бізде оң санда емес, теріс санда емес. Ол бізде жоқ деген сөз ғой. Жоқ деген мағынаны білдіреді ғой. Яғни бізде 0 саны оң санға да теріс санға да жатпайды. Егер сенің ақшаң жоқ болса, мысалға, ақшаң да жоқ, және қарызың да жоқ. Яғни ол сенде 0. Ал егер сенде 100 теңге қарыз болса, демек ол сенде -100 теңге деп жазсаң болады. Ал егер сенде 100 теңге бар болса, оны жай ғана 100 теңге деп мысалға, немесе плюс 100 теңге деп жазсаң болады. Түсінікті ғой? Яғни оң дегеніміз бізде оң сандар бар ақша, теріс дегеніміз қарыз ақша, 0 дегеніміз ол бізде жоқ ақша. Немесе сендер температураны бөлмелерінде температураны өлшейтін шкала болса, ол жақтара сол 0-дің астында да 10, 20, 30 деп мысалы кітапта 28 суретте көрсетілген ғой. Мен бұлай кітапты ашып жіберейін сендерге. Бұл кітапта жоқ қазір. Мысалға сендер өздерің кітаптарынан 28 суретті қарасаңдар, 0-ның астында -10, -20, -30 деген білдіріп тұр. Бізде көбіне теріс сандар суық деген мағынаны білдіреді, ал оң сандар жылы деген мағынаны білдіреді. Мысалға сендерде ауа райын теледидарда айтқан кезде, мысалы 10 градус, мысалы 0-ден жоғары дейтін болса, онда 0-ден жоғары болса, немесе температура шкала былай тұрады ғой. Мынау 0 деп тұрады, мынау 10 деп тұрады, мынау мысалы -10 немесе -20 деп тұрады, ал мына жерде 10, 20 деп тұрады. Демек 0-ден жоғары болса, ол жылы деген сөз, ал 0-ден төмен болса, ол суық деген сөз. Жай ғана 0-ден төмен деп айтылады. Немесе бүгін ауа райы -10 градус десе, демек ол суық. -1 градус десе, ол демек суық. Немесе кейбір енді температураны өлшейтін шкалаларды мына минусын жазбайды да, есесіне мына теріс, яғни суық болғандықтан көк қылып белгілей салады, ал жылы температураны қызыл қылып белгілей салады. Енді өйтсе де болады, бірақ біздер енді кейбір нелерде, жаңағы егерде алдында минус тұратын болса, демек суықты білдіреді. Немесе тағы да айтатын нәрсе, жер,
Мына мысалы бізде жер болсын, оның тереңдігі бар. Мысалы теңіз болатын болса, иә, теңіз болуы мүмкін, ол жерде көл болуы мүмкін, немесе тау болуы мүмкін делік. Таудың биіктігін өлшеген кезде мысалы плюс 2000 километр болса, 2000 километр болса, оны плюс 2000 деп жазасың. Ал егер біздің көлдің тереңдігі болса, оны минус арқылы жазасың. Яғни ол керісінше төмен түсіп баратыр деген сөз. Ал енді біздер осы ережеге қарап отырып кітаптағы мысалдар шешейік. Мен ол үшін былай істегім келіп тұр. Былайына белгілеп қояйын, иә. Мына жағына кітапты ашып қояйын. Не, осы бізге жеткілікті. Ал енді 265-ші есепте былай дейді. 56 минус 43 осы сандардың арасынан теріс сандарды және оң сандарды теріп жазыңдар дейді. Яғни 265 болса, сендер алдымен оң және теріс деп екі бағын жазып аласыңдар, екі сөз. Оң сандары мысалға 56 бізде оң санға кіреді. Үтірніктесімен жазсаңдар өздеріңе ыңғайлы болады. Минус 43 дейді, алдында минус бар, яғни ол бізде теріс сан. 8,9 дейді, алдында ешқандай таңбасы жоқ, яғни ол бізде оң сан. Минус 0,71 дейді, яғни алдында минусы бар болса, демек ол теріс сан. 0,71. Осылай ары қарай кете береді. Ал енді 266-ші есепте бірлік кесіндісінің ұзындығы 1 сантиметр болатын координаталық түзуді салыңдар. Яғни біздер 266, иә? Координаталық түзу сызамыз. 0-ды бұрынғыдай белгілейміз. Бұрын біздер 0-ды басына белгілеуші едік қой. Енді ортасына белгілейміз. Енді бізге айтып тұр бірлік кесіндісінің ұзындығы. Яғни әр мына бөлігіміздің ұзындығы 1 сантиметрден болу керек деген сөз. 1 сантиметріміз бізде 2 клетка. Яғни сендер осылай дәптерлерін сызғаннан кейін 2 клеткадан бөлесіңдер. Мен қазір көз мөлшермен бөліп тұрмын. Енді сендерге былай дейді. Мына осы түзуде осы сандар беріледі. Минус 5 дейді. Мына бізде минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Мына бізде минус 5 деген, яғни мына жерде екен. Мен бұны белгілеп қойдым. Ал енді 4 дейді. 0, 1, 2, 3 болса, бізде 4 болады. Бұдан кейін минус 3 дейді. Яғни 0-дің мына жағындағы сандар. Минус 1, минус 2, мына бізде минус 3 деген санымыз міне. 3 дейді. Ол оң жағында. Минус 1 дейді. Бұл міне бізде. Сандарын белгіледік. Бұл бізде 266-ші есеп болған. Ал енді бізде былай дейді. 267-ші есеп. Бірлік кесіндісінің ұзындығы жарты сантиметр. Яғни тағы да біздер координатты сызамыз. Бірінші координаттаны сызамыз. Ортасынан 0-ді белгілейміз. Одан кейін барып тұрып, бірлік кесіндісінің ұзындығы жарты сантиметр. Яғни әр мына сызықтың арасы жарты сантиметр болу керек деген сөз. Жарты сантиметр ол бізде 1 клетка. Яғни 1 клеткадан бөліп шығамыз деген сөз. Осылай бірінші бөліп аламыз. Одан кейін барып тұрып сандарын жазамыз. Ал енді осы координаталық түзуде мына нүктелерді белгілеңдер. 6 дегеніміз, яғни А дегеніміз 6 деп тұр. Мына 0 болса 1, 2, 3, 4, 5, 6 мына жерде болып тұр. Және ол бізде А деп үстіне, әріпін үстіне жазамыз. Ал сан астына сан жазамыз. Б дегеніміз минус 2. Яғни минус 2 ол бізде мұнау. Яғни ол Б нүктесі. С дегеніміз минус 4. Минус 3 болса мұнау бізде минус 4 болады да. Ол біз С. Осылай ары қарай өздерің кете бересіңдер. Мен уақытты алмас үшін басын ғана түсіндірейін, қалғандарын оңай. Енді сендер демек, біріншіден сендер координаталық түзуді түзу сызуларың керек. Одан кейін міндетті түрде бағытын жазуларың керек. Ортасына 0 деп жазамыз. 0-ден кейін есепке қараймыз. Бірлік кесіндісінің ұзындығы деп тұр. Яғни әр мына белгілегеніміздің арасы деген сөз ол. Бірлік кесіндісінің ұзындығы 2 санның арасы деген сөз. Соны беріп қояды. Одан кейін барып тұрып сандарды белгілейміз. Түсінікті ғой? Енді бізде былай дейді. Бірлік кесіндісінің ұзындығы енді 2 сантиметр. 268-ші есепте
бірліккесін қайттан біздің міндетті түрде сызық сызамыз. 0-ды тауып алғаннан кейін 2 сантиметр сызамыз. Не көріне ме? Енді көз мөлшермесін сендерде 2 сантиметр, ол бізде 4 клетка. 4 клеткадан осылай бөлесіңдер. Яғни мынау бізде -1, мынау -2. Мен мына жерге тағы ары қарай жазайын. Мынау біз, то есть мынау 1, мынау 2, ал мынау -1, мынау -2. Мына жағына жалғастырайын да, шамамен мына жерде мынау -3 болсын. Мынау 1, 2. Ал енді бізге мына сандарды белгілеу керек, яғни ондық бөлшектер. 1,5 дейді. Яғни мынауымыз 1, 1,5-мыз міне бізде. Мынау бізде 1,5. Одан кейін -2,5 дейді. Яғни 1, 2 және 3-тен бұрын 2,5 міне бізде. Тура ортасына істейін. Тура жартысы ғой бізде. -2,5 деген санымыз осы жерде екен. Енді 3 дейді. 3-імізді енді мына жақта қалды. Оны белемей қойын, білесіңдер ғой оңсан. -0,5 дейді. Мынау бізде 1 ғой. 0 мен 1-дің арасында болу керек. Минус болғандықтан ол мына жерде тұрады. Мынау 0,5 болса, мынау -0,5 болады. Және -2 дейді, ол бізде мына сан. -2 деп, бұл сандар белгіленіп тұр. Бұл бізде 268. 269-да бірліккесінің ұзындығы жарты сантиметр. Тура мынау сияқты болады. Арасы 1 клеткадан болады. Жарты сантиметр ол 1 клетка бізде. Осы сандарын белгілеңдер дейді. Оны енді белгілемей қойық. Себебі біздер уже бірнеше есеп шығардық. Ол белгілі. Енді 270-ші есепке қарақшы. Бірліккесінің ұзындығы 1 сантиметрге тең координаталық түзу дейді. Координаталық түзу қайттан сызамыз. Мен түзу сызып жіберейін. 0-ды белгілейміз. Арасын 1 сантиметрден жазамыз. 1, 2, 3, 4. Тең деп есептеге. Сендер дәптеріңе сыған кезде 1 сантиметр ол бізде 2 клетка. Енді біздер мұна -5 пенен с әрпі. Және д 2 деген. С мен д нүктелердің ара қашықтығын тап деп тұр. Яғни бірінші біздер, мен қоңырмен жазайын. С дегеніміз -5, мұна 4-ке дейін барын мен 5-ке дейін жазайын. Яғни -1, -2, -3, -4, мұна -5 болады. Бұл бізде с деген әріп. Мұнау. Ал енді д дегеніміз 2. Бұл бізде мұнау. Бұл бізде д. Бұл бізде 2. Енді осылардың ара қашықтығын тап деп тұр. Яғни мына жерден бастап, мына жерге дейін ара қашықтығы қанша? Сызғышпен өлшесіңдер, мынау сендерде сызғыштың басын демек мына жаққа қоясыңдар да, мынау бізде 5 сантиметр, немесе былай істесек болады, мынау 5 сантиметр ғой. Бірақ кері қайтып тұрғанмен ол бәрібір 5 сантиметр. Ал мына жақ 2 сантиметр, арасы демек 7 сантиметр екен. Қалған осы нүктелерді белгілеп, арасын осылай санасындар болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп. 270, енді 271-ді қарайық. 271-ші есепте координаталық түзуде 3 санынан 5 бірлікке, 4 бірлікке, 2 бірлікке, 3 бірлікке тең қашықта орналасқан сандар таңдар. Яғни бізге қазір бірліккесінің маңызды емес, мен қайттан бір-бірден жаза салайын. 0 болсын. Мен енді мысалға есептің түріне қарап 0-ды мына жаққа жазғым келіп тұр. Мысалға бетіп енді бөліп шығайын. Мынау 1 болсын, 2, мынау 3 болсын. 3 санынан енді 5 бірлікке салып тең қашықтық. Яғни 5 бірлік, мынау әрқайсысы бірліктер. Яғни 5 тал оңға немесе 5 тал солға жылжысақ болады. Сонда былай қарап тұрсыңдар. Мынау 1, 2, 3, 4, 5 бірлікке. 5 бірлікке оңға жылжысақ, ол бізде мынау 3 еді ғой. 4, 5, 6, 7, 8-ші санға барып тиеді. Енді біздер тек қана оңға емес, солға жылжысақ та болады. Демек біз мына жаққа да жазып жіберейік. Енді керісінше солға 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да 5 бірлікке бардық. Бірақ солға бардық та, бұл бізде енді -1 болса, -2-ге дейін барады.
Сонда бізде 3 санынан 5 бірлік, мысалы 5 бірлік қашықтықта орналасқан сандар ол 8 және -2. Енді 1 бірлікке дейді. Оны мен жазылмай жазайын. Мынау 3 еді ғой. 1 бірлік оңға немесе 1 бірлік солға. Бұл жерде яғни 2 болады және 4 болады деген сөз. 5 бірлікке деп. Біріншісі 3 бірлік екен ғой. Енді 3 бірлік болса, енді тура осылай. 3 бірлік мына жаққа жылжытсақ 0-ге дейін барады. 3 бірлік оңға жылжытсақ, мысалға 5 6-ға дейін барады деген сияқты. 2 бірлік болса, енді 2 бірлік немесе 3 бірлік. Түсінікті ғой, қанша бірлікке жылжыту керек. Енді былай дейді. 270 екінші есепте де тура осындай. Енді -2-ні белгілесіңде 3 бірлік оңға, 3 бірлік солға жылжытып, қай санға баратынын табасыңдар. 272 деп орысу. 273-те 5-тен 2 бірлікке тең қашықта орналасқан сан тап. Яғни 5 табасың, 2 бірлік табасың. Бұл да тура осындай есептер. Мына жерде енді мен былай еттім кеп тұр. Б деңгейіне өттім кеп тұр. 276 есепте -9 және 7, -5 және 6 сандарының арасында орналасқан 5 санды атаңдар. Яғни, мынау бізде 0 болсын. -9-ға не бар еді? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, е? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Демек, мынау -9 және 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, міне мынау бізде 7. Осылардың арасында орналасқан 5 сан атаңдар дейді. Яғни мына жақта теріс сындар да бар, оң сындар да бар. Арасында қандай сындар бар, соны айтуларың керек. Есептің шарты жай ғана соны осындай. Ал енді бізде 277 есепте 29 суретте осындай сендерге уже координаталық кесінді беріп қойған. Енді сендерге айтып тұр. Мына нүктелердің координатасы қанша деп тұр. Яғни, мына 1 болса, бізге уже бірлік кесінінің ұзындығын беріп қойды. Яғни, бір клетканы 1 деп аласыңдар. Демек, мына 2, 3, 4, 5 болған кезде ол бізде, яғни, Б нүктесі уже бізде 5 болып тұр. 6, 7 болып, А нүктесі 7 болып тұр. 8, 9, 10, 11 болып, М нүктесі 11 болып тұр. Ал енді кері қарай жүрейік. -1, -2, -3, -4 болып, К нүктесі -4 болып тұр. Тұрып осылай С пен Т-ны табасыңдар. Ал енді келесі есепте бірлік кесінді енді 2 клетка болып тұр. Яғни бірлік кесінді жарты сантиметр болып тұр. Енді әр жарты сантиметр сайын сендер мына жер демек 2 болады да, мына жерің 3 болады демек. Сонда бізде мен мынаны былай істесем қайтеді. Сендерге оңай болсын, е? Мен мына суреттің үстіне сызайын. Сол кезде сендерге оңай болады. Енді қараңдар. Демек, бізде мынамыз 1 болды ғой. Енді мынамыз демек 2 болады. Мына жер. Мына бізде 3 болады. Әр клеткамыз. Мына 4 болады. Мына 5 болады. Ал мынау керісінше -1 болады. 2 клеткадан біздер бөліп алуымыз керек. -2, -3, -4, -5 болады. Ал енді сендерге мына R деген нүктені табу керек болса, ол 2 мен 3-тің арасында, ол яғни бізде 2,5 болады. Мынау. Яғни R дегеніміз бізде 2,5. Q дегеніміз 4 пен 5-тің арасы. Яғни Q дегеніміз бізде 4,5 болып тұр. Мысалы, S деген бізде минус болып тұр, және 1 мен 2-ның арасында, демек ол 1,5 болып тұр, және минус пен бірге -1,5 болып тұр. N нүктесі
3-тен кейін 4-ке жетпестен бұрын тура ортасы болып тұр, яғни 3,5 болып тұр, және минус 3,5 болып тұр. Ал енді соңғы м нүктесі 4-тен кейін болып тұр, бірақ 5-тен бұрын, яғни минус 4,5 деген сан болып тұр. Яғни сендерге міндетті түрде бірінші санды беріп қояды. Бұл сендерге бірлік кесіннің ұзындығы қанша екенін білу үшін керек. Олай болса, осымен тақырып түсінікті деп ойлаймын. Егер де сендер есептің берілген жөндеп оқитын болсаңдар, онда нақты оқитын болсаңдар, онда сендер кез келген есепті шығара аласыңдар деп ойлаймын. Егер де видео түсінікті болса, достарыңа жіберіп, лайк басып, каналға тіркеліп кетсең болады. Менің каналымда барлық тақырыпқа осындай видео сабақтар және есептердің түсіндірулері болады. Егер де мектепте, сыныпта тақырыпты түсінбесеңдер, видео арқылы математикаларыңды, яғни тақырыпты қайттан түсініп алсаңдар болады.